мәліметтермен Ақтау қаласындағы Құдай Әшімбаев атындағы нөмірі 11-ші лицейдегі 7-ші сыныбында оқитын Теңізбай Нұрай боламын. Менің жобамның тақырыбы қазақтың ұлттық зергерлік бұйымдары болатын. Сауалдарыңызда зергерлік бұйымдар берілген. Қарап отырсақ, барлығы күмістен жасалған. Ең бірінші өңіржекті айта кетемін. Өңіржекті әйел адамның мойнына тіл көзден сақтау үшін, сонымен қатар бойын тік ұстап жүру үшін таққызған. Алдарыңызда оның 3 түрі бар. Біріншісі 3 тақтайшадан құрылған, сонымен қатар әртүрлі моншақтармен безендірілген түрі. Екінші түрі тұмарша жазылған Құран сөзін сақтайтын ұяшық, сонымен қатар тақтайшаның тағы да бір түрімен жасалған. Ал үшінші түрінде тұмарша және де жазылған Құран сөзі сақтайтын кішкентай ұяшық түрімен жасалған. Енді сырғаға келетін болсақ, сырға әйел адамның құлағына тағылатын ерекше бұйымдардың бірі. Оны жаман энергиядан, тіл көзден сақтау үшін таққан, ол қыздың бойжеткенін білдіреді. Ендігі бұйымымыз ол жүзік. Ата-бабамыз әйел адамның қолында күміс жүзік болуын талап еткен. Асың адал болсын десең, қолында күміс жүзігің болу керек деген ырымда бар. Оны әйел адамдар қолға тағады. Көбінесе алтыннан не күмістен жасалады. Енді білезік. Білезік кейде бір қолға, кейде қос қолға тағылатын бұйым. Оны безендірілген тастардың өте ерекше мағыналары болады. Сонымен қатар ол шынжырмен, жүзіктермен байланысқан түрлері де бар. Оны көбінде бесаусақ деп атайды. Жүзіктер әртүрлі болып бөлінеді. Ол шағын, мысалы формасы сопақша, дөңгелек және құс-тұмсық формада жүзіктер жасай беруге болады. Бірақ енді соның ішінде құдағай жүзік деген бар, 2 бауырдақты. Сол туралы айтып берсем, ол деген 2 құдағайдың бір-біріне деген татулығын білдіретін, сондай үлкен мағынадағы 2 елді татуластырғанда, сондай арада құдағайдың құдағайға беретін үлкен сый құрметі ол есептеледі. Бұл енді аты айтып тұрғандай, құдағай жүзік болғаннан кейін оны тағатын бауырдағы астында 2 болады. 2 саусаққа тағылады.